Баршаңызға сәлем қыздар. Үй жағдайындағы KFC жасайтын боламыз. Ең алдымен тауық қанаттарын дәл видеода көрсетілгендей бөліктерге бөліп аламыз. Ыдысымызға қыздар мен дайын кляр мен панировканы қолданғалы жатырмын. Егер сіздерде дайыны жоқ болған жағдайда, ыдыстарыңызға ұныңызды, түрлі дәмдеуіштеріңізді қосып, оған су аз қоса отырып, сұйық кляр жасап алсаңыздар болады. Дайын сұйықтыққа тауық еттерін 5-6 сағат маринадқа қалдырған дұрыс. Ал панировкасына сіздер бөлек ыдысқа кукурузный хлопья мен ұнды қолыңызбен жақсылап майдалап араластырып, тауық етін салып, екқан майға баяу отта 2 беті қызарғанша жақсылап қуырып алыңыздар. Сонымен біздің тауық еттеріміз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнайды деген ойдамын. Баршаларыңызға